Ауылда деп ойлап жатыр екен, қарайып сөйтіп жүргеннен кейін, сақал мұрт өсіріп жатқаннан кейін, бұл сақал мұрт өзім бір жаңа имидж дейді ғой, сондай. И потом мен ауылда емеспін, мен қаладамын. Просто Ұзынағашта қаланың шетіндегі бір ауылдарға ағам үйіне тағы да бір жерлерге барып жүрмін, бір себептермен, жұмыстармен. Пока қаладам, сол 22-сіне дайындық. Солай, барлығы жақсы, барлығы керемет. Азған тозған ештеңем жоқ, күнге қарайғаным бар. Ол әдейі қарайып жатырмын, тоже имидж, загар алып деген сияқты. Тренировка ұрып жатырық, качка ұрып жатырмыз, салмақ қосып жатырмын негізі. 1.500.000 сағаты. Че там дейсің ғой, короче. Кеттік Алматыға. Анталиядан ұшып бара жатырмын. Белдігін тақтың ба? Мына белдігін тағып алды. Жанымызда. Түркиядан алған әдемі кроссовкиімді киіп алдым. Евромодадан алғам. И жұмысқа шықтым. Үстімде өзімнің сүйікті командамның футболкасы. Негіз көп болып бұны кие алмай жүргеніме. Бүгін киюге бұйырыпты. Почему-то бүгін киім беріп кетті, короче. Сол жұмысқа шықтық. Ужас сталаной. Өткенде бір тойға барып, қалқаманмен десем бір алтын орда деп қойды. Қалқаманмен кім? Мамыр дұрыс айтады. Мысалы, эстрада жұлдыздарында да бір үлгі аларлық жұптар бар. Тоқтар мен Сергініс қайсы серік деп тұр. Бейбіт, Бүркітпен, Айша, Жанболатпен, Жазира, Қыдырәлімен, Айдынмен Сергініс. Айдынмен кім? Данелия. Міне, осындай ғашықтардың ізін жалаған, Алатаудың шыңында қатар гүлдеген қосшылардай болған. Бүгін бір емес қос әулетті қуанышқа бөлеп отырған жастар той төріне енуге дайын. Тойдың халық әні қандай ән? Маусым слоуында кімге дауыс бересіз дегенде, өзім онша қатты бүйтіп бір ұнатпасам да, сонда да мана осы қызға дауыс беріңіздер бәріңіз. Нормаль зат негіз, түріне былай қарасаң маған жетпесе де әдемілігі бар енді. Сізге жету қайда енді? Андай бір болады, табиғи сұлулығы бар енді. Міндетті түрде әсемге дауыс беріңіздер. Әсемнің түрі де, не только түрі сұлуларға, былай жан дүниесі сұлуларға да дауыс бере берсеңдер. Руфтегі. Жалпы біздің қыздардың бәрі керемет қой, бәрі сұлу, просто мен өзімнің фаворитім әсем болғаннан кейін осы кісіге дауыс берсеңдер болады. Және маусым трендінде менің жігітіме дауыс беріңдер. Маусым бітейін деп жатқаннан кейін андай қылып бірінші келген кездерінде басын кәдімгідей еске алады екенсің. Негізі мен 5-ші сезонда бітірген кезде бұлай қатты бір қимастық сезімі болған жоқ еді. Себебі менде бір бауыр басып үйренген жоқ едім, атмосфераға үйренген жоқ едім, может быть. И менде андай ощущение болды. Мен 2 ай отырдым ғой, по идее мен қатысушы болып келсем де болады деген сияқты қылып. Менде сондай ой болды. Ұят емес енді ешкімнен деген сияқты. Енді 6 маусымнан кейін енді өзім нәтижемен шығып бара жатқаннан кейін бәрібір іштей ой тұрады да, енді ешқашан келмейтін жерім ой деген сияқты қылып. Сондықтан қимастық сезімі бәрібір кішкене побольше болып тұр негізі, бірақ сонда да маған өзімді бір тұлға ретінде танытуға мені жақсы көретін көп адам осы сезонда, осы маусымда қосылды маған. Сондықтан мен 6 маусым үшін кәдімгідей осы маусымға келгенде еш өкінбеймін, қуаныштымын, есті де алдым, жетістіктерім де болды, жылаған да, құлаған да кездерім болды, бірақ қуаныштымын жалпы не болса да.
жалпы осы жылы біздің болған жылдағы мисс, мен ойлаймын ең кәдімгідей бүйтіп бір тартысты өткен мисстардың бірі болды. Себебі бұл жерде өте көп конкуренция болды. Қыздардың барлығы өте әдемі болды. Бәрі ұзын, бүкіл критерияға келеді. Күшті ән айтатыны да, күшті билейтіні да болды, түрі де ерекшесі болды. Барлығы болды жалпы. Сондықтан бұл жылы кәдімгідей негізі өте ауыр бір мисс кезеңі болды деп айтсам да болады. Енді білмеймін, жалпы көп қыз лайықты болды, бірақ мен бүйтіп іліп айтар едім, маған өзіме жеке ұнағаны, өнері болсын, таныстыру болсын, маған Айгүл мен Айдананікі өте бір достойны болып көрінді. Кәдімгідей көрініп тұрады ғой, бір андай бір ерекше жұмыс сондай болып көрінді. И маған тұлға ретінде қызық болды бұл адамдарды тануда, көруде. И басқаларынікі тоже солай болды, бірақ осы екеуінің уровені жоғары болды ма деп ойлаймын. Жалпы Сержан енді эфирде көрген кездеріңізде бір қаталдау болып көрінгенмен, қызғаншақ болып көрінгенмен, өмірде бір миға қонымсыз дүниелерді негізі айта қоймайды. Мысалы, ішіңді жап деген нәрсе, білмеймін, бір жерге шықпа деген өзі көбінесе Сержаннан принципиально кетеді. И мен оған не то подходпен барған кезде, мен істеймін, мен мынаны киемін деп өзінше болып барған кезімде ғана негізі одан мен жоқ деген ответті естіп қаламын да, содан кейін екеуміз қырылып қаламыз. Жалпы негізі всегда олай айта беретін адам емес, бірақ мен өзім ондай нәрсеге өте қатты қарсымын. Үйленіп алғаннан кейін бір жерге бармайсың, бір жерге шықпайсың, үйде отырасың, сондай мынаумен араласпа, анаумен араласпа деген әңгімелер, мен ойлаймын, адамдардың бір-біріне арасын суытып тастайды и алыстатып жібереді деп ойлаймын. Екі адам ең басты бір-біріне сену керек. Сенім болмаған жерде махаббат болмайды, тек ұрыс-керіс болады негізі. Сондықтан кез келген отношенияда керек дүние ол сенім деп ойлаймын мен. Соңғы келіншегім қашан дайында деген тамақ деймін да. Индийское блюдо дайындадым соңғы. Өз қолымен мынандай картошка тамақ істеп жатыр. Молодец. Молодец. Көп уақыттай бересің. Уақытым жоқ қой тамақ істейтін. Да, увейсің. Өзінің келіншегі екенін сезініп кетті, бұның чересчур қатты. Уақытым болса істеп бере беремін ғой. Істеп береді. Айтсайын уақытым бар. Уақыт болмай жатыр. Істеп береді, түнде бала қарайды, күндіз ұйықтайды. Уақыт жоқ, контент түсіреді еще. Қашан ұйықтадың? Қашан ұйықтадың дейсің ба? Кеше ұйықтадым. Контент жүрмейді? Да, молодец. Главное, дәмді шығар тамақ, тұзы көп, ондай болмайды шығар. Onde eu